құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз дәстүрлі емес, ерекше сабақ өткіземіз. Қанекей балалар, жұмбақ шешіп көрейік. Жұмбақтың шешу арқылы бүгінгі сабағымыздың не туралы екенін тақырыбын біле аламыз. Сансыз ойлар бетінде, сайрап жатыр бар тілде, керекпін мен әр күнде, өшпейді бір әрпімде. Кітап. Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің сабағымыз кітап туралы болады. Тарихын, құрылымы туралы білесіңдер ме? Ендеше осы сұрақтарға жауапты бүгінгі өтетін сабағымыздан біле аласыздар. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін бір-бірімізді құшақтап, жылы лебіздерімізді білдіріп алайық. Рахмет балалар. Балалар, кітаптың шығу тарихын білдік. Енді кітаптың құрылымымен танысайық. Балалар, бәріміз өзіміздің үстімізге қарайықшы. Не көріп тұрмыз? Киім. Дұрыс айтасыңдар. Кітаптың да сыртқы киімі болады. Ол мұқаба деп аталады. Мұқаба дегеніміз, ол кітаптың ең сыртқы беті. Бұлайша айтқанда кітаптың киімі. Ол кітапты жыртылудан, кірленуден қорғайды. Сонымен бірге кітапты әдемі етіп көрсетеді. Кітапты ашсақ не көреміз? Кітаптың беттері, яғни кітап беттері парақтарын көреміз. Ең бірінші беті титул беті деп аталады. Мұқабада жазылғандар титул бетінде де қайталанады. Кітапты жазған адамның аты жөні, кітаптың аты, ал титул бетінің соңында кітаптың қай жылы, қай баспадан шыққаны, қай қалада шыққаны жөнінде толық мәлімет жазылып тұрады. Авантитул титул бетіне дейінгі орналасқан бет. Бұған көбінесе баспа өзінің баспалық белгісін, ерекше бір тақырып, цитата немесе кімге арналғандығы, немесе нақыл сөздерді орналастырады. Кітап авторының суреті де орналасады. Аннотацияда кітаптың не туралы жазылғандығы жайлы қысқаша мағлұмат беріледі. Иллюстрация дегеніміз кітаптың суреті. Кей кітаптың суретіне қарап мазмұнын түсінуге болады. Мазмұны. Кейбір кітаптың ішінде бірнеше әңгіме, ертегі, өлеңдер жинақталады, повестер жинақталады. Солардың ішінен өзіне керектігін тауып алу үшін, немесе кітап ішінде қандай шығармалар бар екендігін білу үшін мазмұнына қарап біле аламыз. Форзац. Мұқаба мен негізгі беттерді жалғастыру үшін қажет, немесе негізгі бөлім мен мұқабаны жалғастырушы. Баспаның безендіру элементі ретінде қолданылады. Оқулықта форзацта негізінен формулалар, таблицалар, ережелер сендердің естеріңде жақсырақ сақтау үшін қажет. Балалар, сонымен бүгін біз не білдік? Кітаптың шығу тарихын, кітаптың құрылымын білдік. Балалар, жаңағы айтылғандай, кітаптың мынау сыртқы мұқабасы деп аталады, иә? Бұл кітапты не дедім? Жаңағы сыртқы беті, яғни кітаптың киімі деп аталады. Кітапқа әдемілік үшін, кітапты әдемі қылып көрсетеді, және де кітапты қорғайды бұл. Жыртылудан әртүрлі, кітаптың қорғанышы ретінде де қызмет атқарады. Одан кейін кітапты ашқан кезде не бар десек, не көресіңдер? Кітаптың беттері, яғни кітаптың парақтары, және де мына бірінші беті кітаптың титул беті деп аталады. Бұл титул бетінде сыртқы мұқабасында жазылған толық ақпарат, кітаптың аты, авторы толық жазылады осы титул бетінде. Және де мына соңғы жағында шыққан баспасы, қай қалада шығарылған, қай жылы шығарылғандығы туралы толық мағлұмат ала аласыңдар. Және де мына авантитул деген кітап титулға дейінгі бетті авантитул деп атайды. Бұл жерде жаңағы кітаптың эмблемасы көрсетіледі. Және де мына кітаптың соңғы бетінде мазмұны деген мына кітаптың соңғы бетінде. Бұл жерде кейбір кітаптарда бірнеше жинақтар, повестер, өлеңдер, әңгіме, ертегілер жинақталады, Сол осы мазмұны арқылы сол өздеріне керекті іздеген мағлұматты осы мазмұннан іздеп таба аласыңдар, қай бетте орналасады. Енді балалар, кітап туралы қандай тақпақ білеміз? Адамның досы кітап өмір кілті, келмесе оған жиған дүние мүлкі. Ақылшы жанға серік жол бастаушы, асыл ой қазынасы өмір көркі.
Айпи шақар кейде бір кітапты тұнған көл дерсің, ауадай қажет бейне бір тапсаң нәрін шөл дерсің. Кітап сенің қазынаң, кітап сенің жандосың, біліміңді асырар, кітап сенің бақ құсың. Кітаптар бейне Кітап деген данышпан ой біліңдер, кітап ақыл сенімді дос сендер, кітап ашқан әрбір адам көздерін, кітап оқып боласың шын кемеңгер, кітаппенен дос болам десеңдер, кітапхана оның үйі біліңдер, жыртпай ұстап санымызға сіңіріп, болашаққа қосылсайық біліммен. Көрдім талай аралап, мәуелі жеміс бақшасын, тәттілерін таңдап ап, жемісін қайта өнер ме? Ал кітаппен дос болғыларың келе ме? Жақсы балалар. Олай болса кітап туралы мақал мәтелдер айтып көрейік. Кітап білім бұлағы. Білім көзі кітап. Талап артық білуге артық. Бәрекелді балалар. Осымен бүгін сабағымызды қорытындылаймыз. Кітап адам санасын қуаттандыратын біздің адал досымыз. Ғылым жаңалықтарын, өткен тарихымызды, өнерімізді кітап арқылы танимыз. Осы жерде пайда ойлама, ар ойла, талап қыл терең білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыздың сөзімен бүгінгі кітап және оның құрылымы атты кітапханалық сабағымызды аяқтаймыз. Көп рахмет.